Баршаңызға сәлем. Бүгінгі ауызашарға кереметтей оңай әрі дәмді тағамдардың рецебін ұсынғым келеді. Тауық етін, голень немесе бедраны жақсылап специялап, паприкалап, үстіне майонез кетчубыңызды салып, жақсылатып араластырасыз. Бірден табаға пісіреміз, екі жағын күйдіріңкіреп аунатып пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығуы үшін. Одан кейін картоп пен сәбізді ірілетіп тураймыз. Сәбізді бірден салып, ал картопты жаңағы ыдысқа аунатып алатын боламыз. Өте оңай жасалатын тағамдардың бірі. Және де жақсылатып қуырып аламыз. Үстіне татымына қарай тұзымызды сеуіп, картопымызды да саламыз. Кішкене су қосып, үстіне екі жағын аунатамыз. Содан кейін жарты сағаттай уақытта пісетін болады. Жай отта пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Алқасына өте оңай әрі тойымды және де барлығын көңілінен шығатын кереметтей салат рецебін ұсынамын. Ол үшін алдымен картопымызды теркілетіп, оны әбден қара мұздай суға жуып, крахмалын кетіретін боламыз. Одан кейін кептіріп алуымыз қажет. Жақсылатып кептіру керек, сүртіп салфеткамен. Сол кезде күтірлек болып фрилеріңіз күшті болып пісетін болады. Капустамызды жіңішкелетіп турап, қызылша мен сәбізімізді теркіден өткізіп, үстіне салып, татымына қарай тұзымызды, бұршымызды, чесногымызды салып, және де майонезбен араластыратын боламыз. Үстіне фриімізді қуырып, үстіне сеуіп ұсынамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең көбінесе жасайтын салаттарымның түрі, дежурный салаттарымның түрі сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Ал шайға кереметтей круассанды жасасаңыздар болады. Ол үшін мен әрдайым осы тестаны қолданамын. Холодильнигімде, морозильнигімде осы теста әрдайым болады. Жіңішкелетіп, жайып, оны әдемілетіп кесіп шығамыз. Ортасына шоколадны пастаны, сгущенканы немесе нутелланы жағып, жақсылатып, әдемілетіп орап шығамыз. Орағаннан кейін бұны кішкене 10-15 минутқа тестаңызды кішкене қоя тұрсаңыздар, одан сайын көтеріліп әдемі болып пісетін болады. Негізі бірден де пісіре беруге болады. Үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 20 минутта пісіп шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бұл круассанға ғашық боласыз. Үстіне сахарный пудраны сеуіп ұсынсаңыздар болады. Каналға тіркеліп лайк басып, қазақ тілді каналды қолдап қойыңыздар.